Мынандай скоростқа салынатын автокөлік көргенсіздер ма? Қараңыздаршы, мына ойыншық па нені ол өзі? Скоростқа салынатыны. Жүретін автокөлік па негізі? Беспроводный зарядчигі бар екен, JBL акустикамен, сенсорный шток приборымен, 18.000 ғана километр жүрілген, подогрев абдуфтарымен, бастапқы бағасы 1 миллион теңгеден ғана басталып тұр ғой. Қараңыздаршы, мына H2O деген не негізі? H2O дегенді кім біледі? Бұрын химияда оқушы едік қой. Су емес па негізі? Құрамы су. Дәл осы автокөлік сумен жүретін автокөлік екен. Кім біледі? Сумен жүретін автокөлікті. Toyota Mirai деген автокөлік 2022 бастапқы бағасы 1 миллион теңгеден ғана басталып тұр. Қараңыздар, линзовый фарасымен сумен жүретін автокөлік. Бұлай айтқанда, енді білмеймін, енді бұл қалай сумен жүретін автокөлік енді. Қалай бұны сумен жүргізіп болған негізі? Бұлай айтқанда XSI коммутацияда, XLI коммутацияда автокөлік сумен жүреді деп тұр. Toyota Mirai 2022 1 миллион теңгеден ғана бастапқы бағасы. Енді кімге қызық, капотын ашып көрсетейін бе? Қараңыздар, капотының асты. Сумен жүретін автокөлік қой, сумен. Бұны қалай жасақ болған негізі? Уже технология қақы кетіп жатыр, қараңыздар. 1 миллион теңге бастапқы баға, Toyota Mirai 2022 16.000 ғана пробег жүрілген. Уже технология қақы кетіп жатыр, қараңыздар. Уже сумен жүретін автокөліктер шығарып тастаған ғой.